Құранда Алла тағала шаятинал инси вал джинни, адамдардан және жындардан болған шайтандар деді. Шайтан деген не? Шайтан деген сол отбасын бұзуға, қоғамды бұзуға атсалысатын, сол жолда жұмыс істейтін әлгі жаратылыс, мейлі адамнан болсын, шайтаннан болсын. Өкінішке қарай, сол қазір Қарекең айтып кеткен әлгі ажырасу деген мәселенің соған, оны бір шоқ деп алатын болса, соны өрлеп, соған май құйып жатқан коучтар, неше түрлі өздерін психологпыз деп атап жүрген, әсіресе діни психологпыз деп атап жүрген адамдар бар. Жалпы ұстазы дұрыстың ұстанымы дұрыс дейді ғой. Сол ұстаздар дұрыс болмай, үйлерінде отырып алып, қанша әйелдер соларды тыңдап, көзқарасы өзгеріп, олар болса, сен бірінші кезектесің, сенің самооценкаң, личное пространство, сені мынаны талап ететін болса, оны істеме, ол сенің адамдық деңгейің түсіреді, самооценкаң түседі, одан да ажырас деген сияқты осы көбірек ажырасуды насихаттап жатыр. Тіпті осы кеше осыдан қанша күн алдын сондай коучтардың бірі қазір ажырасудың көбеюі бұл әйелдердің санасының жетілгендігін көрсетеді. Демек олар қор болып жүрген жоқ, өздерінің құқықтарын талап етіп жатыр. Ажырасудың кемелдік көріп тұр дейсіз ғой. Қоғамда көбеюі бұл бір жақсылықтың белгісі, нышан деп осылай тәпсірлеп жатыр, өкінішке қарай.